Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мейрамханадағындай қытырлақ баклажан салатының өте дәмді әрі оңай рецептінен бөлісемін. Сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығады. Сіз де видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Ендеше бастайық. Ең алдымен осындай балғын баклажанымызды жуып тазалап, осындай беткі бөлігін алып тастап, сыртын ашып аламыз. Екінші баклажанды сыртын ашып аламыз. Енді ортасынан бөліп, осылай үшке пышақпен бөліп аласыздар. Осындай көлемде қатты үлкен емес етіп кесіп аламыз. Баклажандарымызды кесіп дайындап алдық. Енді клярын дайындаймыз. Ол үшін осындай панировочный сухари керек. Осындай керекті мөлшерінде салып алып, үстіне бөлме температурасындағы суымызды қоса отырып, жаңағы сухаримізді араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығады. Енді жаңағы кесіп дайындап алған баклажандарымызды клярға салып, баклажандарымыздың барлық бетіне жететіндей етіп араластырып аламыз. Енді қызып тұрған майға баклажандарымызды салып, екі беті қызарғанша орташа отта пісіріп аламыз. Біздің алтын түстес болып баклажандарымыз пісіп шығады. Енді барлық баклажандарымызды дәл солай орташа отта екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Барлық баклажандарымызды пісіріп алдық. Сырты қытырлақ болып, керемет болып шығады. Енді баклажандарымызды ыдысымызға салып, үстіне аройс соусынан 2 ас қасықтай қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін тәрелкемізге қытырлақ баклажандарымызды салып аламыз. Үстіне осындай балғын руккола шөбін жуып тазалап, бастапқы бетін алып тастап қойып аламыз. Помидорымызды немесе черри помидорының ортасына бөліп қойсаңыздар болады. Баклажандардың жан жағына осылай қойып шығамыз. Енді руккола шөбіне жаңа арой соусынан 1 ас қасықтай қосып, бетіне қойып аламыз. Бұл шөбімізге де дәм беретін болады. Енді осындай творожный сырдан жан жағына әдемілік үшін қойып аламыз. Салатымыздың беткі бөлігіне әсемдік үшін осындай күнжеттен сеуіп қойсаңыздар болады. Мінекей осымен біздің ресторандағыдай қытырлақ баклажан салатымыз дайын болды. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.